Глазгодан шыққан алғашқы саяхатым. Ана кейбір қыздар жаңадан жасатқан маникюрін көрсету үшін видеода былай деп сөйлейді дейді ғой. Сол сияқты мен де осылай сөйлеп отырайын, қайта тырнақтарымды көрсету үшін. Ерніммен бірдей түс. Бұл мен Глазгоға келгелі сыртқа шығып бара жатқан алғашқы саяхатым. Мына жерде жараларды былай жауып қоюға болады екен, иә. Мынау жаңағы ферридің іші, яғни үлкен мынау иттермен отыратын жер. Мына жерде такс. Мына жерде тамақ ішуге болады. Басқа жақтарын аралайық. Шынымды айтсам, мен мынандай үлкен қайықтың ішіне бірінші мініп тұрмын. Information desk. Далаға шығып көрейік. Супер. Қазір біз ішіне қайтадан кіреміз. Супер. Жоғарыда не бар көреміз қазір? No dogs. Can we open it? Yeah. No. Ooh. Wow. Супер. Керемет. Мен қадымгідей өте үлкен қайықта тұрмын қазір. Мен шығып едім, мен артымнан тағы бір адам шықты. Керемет, Шотландиям. Жалпы мен көп естігем осы уақытқа дейін. Ұлыбританиядағы ең әдемі ел ол Шотландия деп. Өйткені Шотландияның осындай табиғаты, countryside басқаларға ұқсамайды, ерекше, әдемі деп. Сол рас сияқты. Астында машиналар келіп жатыр, қараңыздар. Мен тапсырыс берген тамағым тауық карри мен чипсы. Чипсы болғанда чипс фри бізше. Мынау кабинаның іші. Мына жерде студенттер отыр, карта ойнап жатыр. Сондай тамаша көріністі көрсетем қазір сіздерге.
Мінекей мен мына терминалдан түстім. Қазір бұл Арран деген арал шағын ғана жер екен. Бұл жерде онша қатты көп көретін жер жоқ деп айтты жаңа менің бір жолда танысқан бір қыз. Ана ұзын нені көріп тұрсыздар ғой, мінекей осының ішінде адамдар өтіп ана кемеге қазір мініп жатыр. Олар қазір Глазгоға барады. Сол жалпы енді айтайын дегенім, бұл жерде кішкентай 2 шіркеу бар деді, сосын аз-маз дүкендер бар деді. Соларға барады екен адамдар, негізі келген қонақтар. Ал негізі Глазгоның тұрғындары, мысалға өзінің жағдайы, қаражаты келетіндер, жететіндер, Глазголықтар, ақшасы болса осы жерден Арран аралынан өздеріне бір анда-санда демалыс күндері келіп тұратын үй сатып алып қояды екен. Соқыр жаңбыр жауып тұр. Мен кемпір қосақ көрдім ба жаңа? Мәссаған! Вау! Ма деген керемет қой. Мені қазір Аджосан Харборға алып кететін кемем келе жатыр. Мінекей, мен күтіп тұрмын. Бұйырса қазір 19:20-да біз жүреміз осы кемемен. Арран деген арал қысқасы осындай екен. Қазір біз қайтып бара жатырмыз. Мынау кеменің іші. Деп біраз шаршап қалған сияқтымын, әсерлер алдым. Мен бүгін Глазго қаласындағы Келвин Гроув музейіне келдім. Бұл музей Ұлыбританиядағы ең үлкен музейлердің бірі болып саналады, және жылына бұл жерге шамамен 1.700.000-нан астам көрермен келеді екен. Бұл музейдің ішіндегі картиналардың ең атақтысы әйгілі Сальвадор Далидің шығармасы, Маненің картинасы. Мен оларды әлі көріп үлгерген жоқпын, бірақ ерекше назарымды аударған картиналардың біреуі мынау болып тұр. Бұны салған суретші әрине бір қатты атақты болмаса да, ол сурет мені бірден баурап алды. 93 жылы салынған картинам. Әрбір қабаттағы адамдардың істеп жатқан тіршіліктері, кітап оқып жатыр, кейбіреулері отыр, кейбіреуі неке терезеден қарап тұр. Білмеймін, мынау біздің бір барлығымыздың өмірімізді, бір көршілердің өмірін, жалпы ағып жатқан өмірді сипаттайтын бір картина сияқты. Мен картиналардан онша қатты бір түсінігім жоқ, бірақ қазір бұрынғыға қарағанда әлдеқайда төзіммен қарайтын болып қалғанмын. Өйткені мысалға менің есімде қазір мынандай картинаға не айтасыздар? Но не деген керемет картина. Мынандай картинаны мен де салалым ғой.
қызық, бұны кім салды екен, қанша. Айтайын дегенім сол, бұрында мен онша түсінбейтінмін. 2014 жылы біз Дрезденге барғанда, Дрезден галереясындағы осындай жалаңаш адамдардың денесін көріп, картиналардағы ойбай деп бетімді басып ұялып, қарауға ұялып жүргенмін. Ал қазір енді оған қарағанда азды көпті тәжірибе бар, толерантность пайда болды. Немесе білмеймін, сондай бір тропикалық елдердегі орманның ішінде жүрген сияқты болып тұрмын. Керемет. Өмірімде бір-ақ рет ботаникалық баққа барғам. Жоқ, 2 рет. Біріншісі 2011 жылы Петропавл қаласында. Екіншісі сол Алматыдағы ботаникалық бақ. Банан ағашын көргілеріңіз келе ме? Неке, мынау тұрған үлкен жапырақтары бар ағаш, банан ағашы. Және міне бананның өзі. Тағы бір қызық ақпарат, мен ешқашан ананасты жерде өседі деп ойламағанмын. Оның жерде өсетінін, аспанда талда өспейтінін шамамен биыл ғана білдім десем болады. Күннің кесірінен жазба көрінбей тұр. Бұл ананастың тарихы жазылған бұл жерде. Ананастың отаны Солтүстік Америка. Біз бүгін Hidden Line Tea Room деген жерге келдік. Мынадай жер өзі шынымен де Hidden деп жазылып тұрғандай, тығылып тұрған жер екен. Ішінде мындай атмосфера. Осындай тәттілер, қысқасы осындай. Мына жақта бір қыздардың хенд пати болайын деп жатыр. Екінші қабатқа көтеріліп көрейік. Үшін біз бүгін мынандай жердеміз. Қазір көрсетейік. Мындай шай ішіп отырмыз. Tea room, afternoon tea. Ағылшындардың түстен кейін ішетін шайын түскі 12-де ішіп отырмыз. Asking for more money. Many years since I pay rise. So I've seen banners in Глазгоның көшелерінде митинг болып жатыр. Мына кісінің айтуынша, Шотландиядағы барлық мұғалімдер өздерінің жалақысын көтеруді сұрап осындай шараға шыққан екен бүгін. Мұғалімдердің айлықтарын көтерісіне бүкіл Скотландтан келіпті мұғалімдер. Тек Глазго емес, Абердинда барлығынан келіпті. Мәссаған. The British government and the cause of